Сәлем достар, барлықтарыңызға. Қалдарыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай екенін әдеттегідей комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Және достар, біз сіздермен бүгін разрыхлитель дайындайтын боламыз. Оған бізге керегі 3 шай қасықпен лимонный кислота керек, яғни лимон қышқылы. Және 6 ас қасықпен сода салатын боламыз. Және осы содаларды әдемі қылып, мына жерде айтып кететін бір жайт, бұл жерде соданы горкасы салу керек, яғни үйшіксіз деймін дейтін қазақша. Бір горкасы саламыз, яғни және де біз бәрін құрғақ салу керекпіз. Соны естеріңізден шығармаңыздар, ато біздің содаларымыз жұмыс істеуге кірісіп кетеді. Және біз 12 қасық немесе 11 қасық ұн салу керек болады. Ұнымызды дәл жаңағыдай салатын боламыз. Төмпешіксіз, яғни горкасыз салатын боламыз. Мінеки, мен мына жерде 11 қасық салдым. Менде 11 қасық ұн өлшеп алыппын, соны салдым. Және біз деген сол разрыхлительді дұрысынан пайдалануымыз қажет. Және ол құрғақ жерде сақталғаны дұрыс болады. Сіздер де құрғақ жерде, құрғақ ыдыста, және ең бастысы беті жабық жерде тұруы керек. Беті жабық жерде тұрса, ол жақсы сақталатын болады. Және алып жатырмын. Енді бетін қатты қылып жауып, ауа өтпейтіндей, төгілмейтіндей қылып жабамызды. Және шайқаймыз, немесе араластырсаңыздар болады. Маған ыңғайлысы шайқау болды, сондықтан шайқадым, бетін жауып. Жақсылап араластырып, жақсылап шайқаймыз. Өстіп шайқап, біздің разрыхлителіміз дайын болып қалады. Мен мына жерде дұрыс жабылды ма, соны қайтадан тексеріп жатырмын. Сіздер де тексеріп қойсаңыздар болады. Біздің смесіміз, яғни біздің қоспамыз жақсылап араласуы керек. Сол себепті мен бұл жерде бәрін араластырдым. Және мінеки достар, бізде барлығы дайын болды. Бұл қоспаны ұзақ уақыт бойы беті жабық жерде, құрғақ жерде, яғни көп уақыт бойы қолдансаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк, подписка жасап, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге алғысым шексіз. Сау болыңыздар. Жақсы видеолар күтіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.